Ассалаумағалейкум. Бүгінгі позицияларымызды қарап кетсек, бірінші позиция ол золото болды. Мен оны кеше сағат 9-да аштым. Ол қалай алынды, соны көріп кетсек. Так, бізде мында біз көріп тұрмыз, что так, 1 сағаттық таймфреймді ашсақ, біз міне 4 сағаттық таймфреймді ашып кетсек, біз мына жерде внутренний индусмент шешілгенін көріп тұрмыз, и 1 сағатта тест болғанын көріп тұрмыз. И уже сол жерден мен осы позицияны алдым. Сағат 9-да аштым, и сағат 8-де, сағат 7-де жабылды. Ал енді евроны ашсақ, бізде еврода позиция болды. Так, 1 сағаттық таймфреймді ашсақ, бізде мында не жазылып тұр? Так, қараңыздар, біз міне көріп тұрмыз, что осы индусмент шешілді. Біз оны алып, коррекция беріп, шортқа кеттік. Ал енді диксин қараңыздар, неге до конца шорт болмады? Қараңыздар, диксин ашсақ, біз міне дневной таймфреймді көріп тұрмыз, что дневной индусмент алынды. Вот, и баға жай ғана, допустим, 1 сағаттық таймфреймді ашсақ, и баға жай ғана 1 сағаттық индусментті шешіп, қайттан өз направлениясына кетті. Вот. Поэтому евроны біз осы трейдпен алып кеттік. В общем, мында 7,5 РР шықты. Новости болды, новости өзінің направлениясымен жұмыс істеді. И тағы бір затты ұмытпаңыздар, новости лишь ускоряет процесс доставки. Осымен бүгінгі трейдтарымыз аяқталды. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.